Қайырлы күн қыздар. Бүгін мен сіздерге ірімшікті мәйекпен жасалу жолын көрсететін боламын. Мәйек деп отырғанымыз ол жас малдың ұлтабары. Ірімшікке бізге цельный сүт керек. Цельный сүт деп отырғанымыз қыздар, ол сепаратордан өтпеген, қаймағы алынбаған. Менде мына кастрюлемде 10-12 литр сүт. Осыны газдың үстіне қойып, сәл ғана жылытамыз, ысып кетпеуі қажет. Мінекей сүтімізді қараймыз, қолымызды батырып, сүт сәл жылу керек. Сүтім жылыды. Енді газдың астын өшірем. Содан кейін мына мәйегімді алып, осылай сүтке 2-3 рет айналдырып қойып қоям. 20-30 минуттай осылай тұрады. Қыздар, мінекей, мен мәйекті жарты сағат 40 минуттай ұстадым. Содан кейін осындай айран сияқты болып ұйып қалды сүт. Осылай ұйғаннан кейін барып, газдың астын жағып, ең баяу отта жағып қоямыз отымызды. Ол деген осылай бөлініп, әлде көк суы бөлінеді. Соны күту керек. Астын резко сразу жаңадай қоспаймыз, жақпаймыз. Мінекей қыздар, көк суы осылай бөлініп шықты. Мінекей. Ішінде осылай домалақ болып, міне. Жаңа мәйекпен ұйтқан сүтіміз осылай. Осындай болып тұр. Енді осыны осылай 4 бөлікке бөлеміз. Осылай бір бөлік. Сосын осылай. Мінекей қыздар, осылай қайнайды. Қалыңдығын қараңыздар. Кесіп қойғанда да әдемі тұрады дастарханда. Мінекей қыздар, осылай сарғайып, сарғыштанып түсі әдемі болып өстіп қайнайды. Бұл әлі болған жоқ, әлде де қайнатамыз. Кем дегенде 3-4 сағат қайнайды. Толығымен 3-4 сағат қайнатқаннан кейін ірімшігіміз осындай сап-сары, әдемі, қалың, мінекей. Дастарханға турап қойғанда да әдемі осындай болып шығады.